Сыңсу қыз ұзату дәстүріне байланысты туған тұрмыс салт жырларының бірі. Бұл қыздың ұзатылар алдындағы ел жұртымен, ағайын туыс, құрбы құрдастарымен, туып өскен жерімен қоштасуы ретінде айтылады. Сыңсуды ұзатылатын қыздың сіңілілерімен не жеңгелерімен үй-үйді аралай жүріп белгілі әуенмен айтатын болған. Сыңсудың өлеңін ақындар немесе қыздардың өздері шығарған. Ұзатылып бара жатқан қыз сыңсу арқылы жұртқа өзінің мұңын, қайғы қасіретін жеткізген. Сыңсуда қыздың жеке басының мұңы әлеуметтік мәселелермен ұштасып, ескі әдеп ғұрыпты әшкерлеумен қатар қоғамдық ортаның азаттық аңсаған әйелдер көзқарасы білдірілген. Сыңсудың өлеңі құрылысына қарай 7, 8, 11 буынды болып келеді. Қазіргі кезде негізінен қыз ұзатылып кетіп бара жатып, туған туыстарымен қоштасу барысында айтылады. Қыз өзінің ішіндегі бар сағынышын шығарып, жұртына кетеді.